көрерменнің қабылдауында бір қызықты күрделі шешімдер туындауға мүмкіндік жасайды. Қаншалықты өмір ақиқат болса, өлім де соншалықты ақиқат. Қаңтар оқиғасын суретші өзінің шығармашылық үлгісінде әртүрлі шешіп жатады. Әр қашан қоғамдық әлеуметтік мәселелерден де тыс қалмайды. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгінгі назарларыңызға ұсынатын суретшіміз Қазақстанның жас әрі талантты суретшілерінің бірі Дәуренбек Бекназаров. Дәуренбек Бекназаров монументалист суретші, кескіндемеші, график және мүсінші шығармашылығын бейнелеу өнерінің заманауи бағыттары бойынша дамытуда. Дәуренбек Бекназаров шығармашылығы синтезге толы. Бұған әсер ететін оның алған кәсіби білімінің түрлері болуы керек. Дәуренбек Бекназаров академия қабырғасында 4 жыл білім алған кезде осы монументалды кескіндемені кәсіби түрде меңгере отырып, өзінің кейінгі шығармашылығында оның барлық қасиеттерін сіңіріп үлгерді десек те болады. Яғни монументалды кескіндеменің қондырғылы кескіндемеден айырмашылығы ол кеңістіктермен еркін ойнай береді. Себебі оның түстік шешімі де, композициялық құрылымы да суретшіге барынша қиялын жүзеге асыруда кең мүмкіндіктер береді. Шығармашылықпен айналысқан алғашқы жылдарында суретші негізінен шағын форматтарда әртүрлі сәндік түстерде ұлттық дүниетаныммен, салт дәстүрмен байланысты сондай жеңіл композициялық туындылар жасайды. Және бұл жерде көрерменнің ең бастысы тақырыптың бір ауыр мазмұнымен немесе композициялық құрылымдағы күрделі бір түсініксіз шешімдермен назарын бөлмейді. Барынша түсінікті, қабылдауға жеңіл және де жарқын, позитивті көңіл күй сыйлайтын элементтермен жұмыс жасайды. Сондай туындыларының бірі «Харекет» деп аталады. Яғни шығармашылығының алғашқы кезеңіндегі шешім тапқан туындысы. Бұл туындыда автор жаңағы монументалдық кескіндеменің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, барынша кескіндемеде өзінің шеберлік мүмкіндіктерін, шеберлігінің жан-жақты бір ерекшеліктерін көрсетуге тырысқан. Туынды бетін, яғни кенептің кеңістігін ашық, қанық, жазық түстерде көмкере отырып, белгілі бір ортақ фактураға бағындырады. Сөйте отырып, оны пландық шешімде де көрсетуге тырысады. Мысалы, бірінші планда көрерменге арқасын беріп отырған ер адамның бейнесін көреміз. Үстіне шапан киген ер адам көрерменге арқасын беру арқылы композицияға кіру нүктесін жасайды. Сол арқылы біз композицияның келесі пландарына, әрі қарай кеңістігіне назарымызды аудара бастаймыз. Одан кейінгі планда біз осы ер адаммен астасып тұтасып кеткен екі фигураны көреміз. Ол тазы мен жас жігіттің бейнесі. Бұл жерде тағы да суретші декоративтік элементтерге, ою-өрнектерге, ашық түстерге көбірек мән бергендіктен кейіпкерлердің кім болғаны немесе тарихи оқиғаның сюжеті маңызды емес. Бұл жерде ұлттық құндылық, дәстүрдің маңыздылығы айқын екенін байқауға болады. Тазы әрине сәл фигурасы ұзындау етіп көрінгенін байқай аламыз, және де теріс қарап тұрған адам, тазы және жас жігіттің арасында ешқандай ауалық кеңістік жоқ. Олар аппликация секілді бір-біріне жабысып орналасқан секілді әсер қалдырады. Бұл монументалды кескіндеменің жаңағы біз айтып өткен суретшіге беретін ұтымды тұстарының бірі. Киіз үйдің төменгі жағына қарасақ, оның біз жазық бір форма екенін байқауға болады. Ал киіз үйдің жоғарғы жағына қарай біртіндеп назарымызды аударатын болсақ, шаңырақты жоғарғы ракурстан алып, шеңбер пішінінде айқындап көрсету арқылы суретші оның көлемді пішініне назар аудартады. Осылайша біз көріп отырған киіз үй шын мәнінде өзінің реалистік шешімінде ол көлемді, яғни ауқымды дүние. Ал суретші кенепте жұмыс жасау барысында, композиция құру барысында осындай ауқымды пішіндерді әртүрлі ракурстарда, жазық беттерде ойната отырып шешеді. Киіз үйді ақ түсте бере отырып, туындыдағы ең үлкен түстік жағымды дақты құрастырады. Және ақ түс суретшіге әрі қарай оны декоративтік элементтерді безендіруге мүмкіндік береді. Тағы бір суретшінің ұтымды бір пайдаланған тұсы,
осы туындыда бірінші планда біз аппликация сияқты жапсырылған екі қызғалдақтың бейнесін байқаймыз. Яғни бұл бірінші планда орналасқанымен біздің назарымыздан тыс қалады да, біз туындыны жіті бақылау барысында ең соңында байқаймыз. Суретші осындай жай бір жеңіл әсерлі туындыларының астарының өзінде бізге өте терең мазмұндарды, ұлттық құндылықтарды сақтау мен насихаттаудың, оны кейінгі ұрпаққа жәдігер үлгісінде болсын жеткізудің жаңа бір үлгілерін айтқысы келгендей әсер қалдырады. Дәуренбектің шығармашылығының алғашқы кезеңіндегі тағы бір осындай позитивті, жарқын көңіл күй сыйлайтын туындыларының бірі той деп аталады. Назарларыңызға суретші ашық, қанық түстердегі әртүрлі геометриялық фигуралардан құрақ секілді құрастырылып шешілген сән салтанатқа толы туындыны ұсынып отыр. Бірінші планда суретші кеңістікпен астасып, тұтасып кеткен көптеген жаңағы сәнді киінген адамдардың сұлба бейнесін ұсынады. Яғни бұлар бір қараған кезде біздің назарымызға, көрермен назарына танымды болмағанымен, туындыны жіті қарап бақылау барысында олардың әр қайсының үлгісінде әртүрлі ұлттық киім киінген, жазық формаларда шешілген адамдардың бейнесі бар екенін байқаймыз. Бірінен жас қалыңдықтың бейнесін көрсек, енді бірінен жауынгердің, немесе егде жастағы қарттың, немесе ана бейнесінде байқауға болады. Бірақ туынды негізінен композициялық құрылымы жағынан тік, яғни жоғары қарай бағытталған үлгіде шешілгендіктен, бұлардың барлығы бөліктерге бөлініп, туындыдағы бір ерекше қызықты сәтті құрайды. Монументалды кескіндеменің де осы стилизациялауға мүмкіндік беретін жағы суретшіге формалармен ойнауға және де кеңістіктерді бірде артқы планда алдыға немесе алдыңғы планда артқы планға апара отырып көрерменнің қабылдауында бір қызықты күрделі шешімдер туындауға мүмкіндік жасайды. Бұл туындысыдан қазақтың жаңағы тойы бітпесін деген ұғымдағы қазақтың бүкіл салт дәстүрін өз бойына жинақтаған тойдың құндылықтарын атап кеткісі келгенде әсер қалдырады. Дегенмен суретші монументалды кескіндеменің мүмкіндіктерінде жұмыс жасап, кеңістікті әртүрлі өрнек секілді иірімді формаларға бөліп жатқанымен, бұл жерде пландық жаңағы ерекшеліктердің де бар екенін байқаймыз. Бірінші план барлығы тік тұрған адамдардың бейнесінде шешіліп жатса, ортаңғы планды биік бәйтеректің үлгісінде көрсетеді. Яғни бәйтерек бұл қазақ ұғымында киелі түсініктердің бірі. Оның әр жағында артқы планды, ең соңғы пландарды суретші көлеңке силуэт үлгісінде шешеді. Яғни бұл жерде тек қана ат үстіндегі адамның көлеңке бейнесін ғана көре аламыз. Осылайша ашық қанық түстер бірінші планға көшсе, бұлыңғыр немесе бәсең түстер артқы планға шегініп, туынды кеңістігінде ауа ойнатып, кейіпкерлер арасында байланыс жасайды. Дәуренбек Бекназаровтың осы сән салтанатқа толы, халықтық дәстүрді насихаттауға және ұлттық құндылықтарды сипаттауға негізделген келесі бір туындысы түс деп аталады. Шаршыға жақын форматта немесе шаршы форматында біз түскі мезетте шай ішіп отырған ерлі зайыптыларды көре аламыз. Шығыстық мәнерде шешім тапқан бұл туынды өзінің жұмсақ формаларымен және де ашық түстерімен көрерменін еріксіз елітіп алып кетеді. Бір қараған кезде бір әзіл сықаққа жақындау, бір ойнақы әсер қалдырады көрермен назарында. Малын жайғап келіп шайын ішуге келген отағасы шынтақтап жантайып бәйбішесінің қасына жайғасқан. Ортада шағын ғана дөңгелек үстелде дастархан жайылған. Дастархан үстінде біз шашылып жатқан бауырсақ, қанттарды және де нандарды көре аламыз. Ал бәйбішенің бейнесі май анасы секілді немесе жер анасы секілді ер азаматқа қарағанда әлде қайда массивті, ауқымды шешім тапқан. Тіпті оның басындағы кимешегінің өзі денесінен үлкен секілді. Бірақ осы бәйбішенің иірімді, майысып, иіліп отырған отырысында сол тепе-теңдік өте әсерлі, әдемі ұсталған. Осылайша бәйбішесіне еркелей шай ішуге келген отағасын күтіп отырған бәйбішенің де қылықты екенін де байқай аламыз. Суретші тағы да монументалдық кескіндеменің
мүмкіндіктерін пайдалана отырып дастарханды жоғарғы ракурстан береді, ал кейіпкерлерді алдынан қараған ракурста шешеді. Яғни біз кейіпкерлерге тік қарап отырсақ, дастарханға еріксіз төбесінен қарауға мәжбүр боламыз. Артқы планда, ең артқы планда біз шағын үйдің бейнесін көреміз. Үй мейлінше жанға жайлы, ол шағын болса да, кішкене болса да, саялы ағаштың қасында, жан-жағы шарбақпен қоршалған күйі сондай жинақы шешім тапқан. Сол арқылы бұл отбасындағы үлкен түсінікті, өзара ұғысудың бір тәтті бір жаңағы әсерлерін байқауға болады. Суретші бәйбішені бейнелеген кезде оның артқы жағынан сандық пен жүктің кішкене бөлшегін көрсетіп қояды. Сол арқылы қазақ қоғамындағы қыз балаға қатысты көп деген бір дүние танымдық түсініктерге де сілтеме жасағандай әсер қалдырады. Мысалы, қызға 40 үйден тыю, 100 үйден жию дейміз. Яғни бұл қыз баланың тәрбиесіне, оның болашақ отбасына, болашақ өзінің үйіне барардағы жаңағы ибалы мінезінің жайлы болуына қатысты бір айтылған дүниелер болуы мүмкін. Қыз баланың қадірін көрсету үшін осы отбасындағы жалпы әйел адамның рөлін, оның отбасындағы маңыздылығын айқындау үшін де әйел адамды композицияда сондай бір ырғақты, динамикалық, стилизацияланған иірімді формада көрсете отырып, оны негізгі композицияның орталығы ретінде айқындайды. Осындай декоративті, салтанатты, мерекелік көңіл күй сыйлайтын туындыларының бірі бұл сырғалым туындысы. Сырғалым туындысында да автор ерекше жұмсақ туынды кеңістігіне фактура бере отырып, яғни пастозды жағыз мәнері арқылы фактура бере отырып, туындыны белгілі бір құрақ секілді бөліктерден құрап шыққанда әсер қалдырады. Бұл қыз баланың, ұзатылып жатқан қыз баланың артындағы төркінінің болашақ қайын жұртына барғандағы жақсы бір тілеуі ретінде жинақталған үлгі секілді қабылданады. Себебі құрақты біз түрлі түсті маталардан жинақтап, белгілі бір өрнек ретінде жинап шығамыз. Ал құрақтың негізгі мағынасында да анасы қызына арнап, болашақ жаңағы ұзатылатын қызына арнап, бүкіл тілегін жинақтап, оның дүниесін жинайды. Яғни дүниесін жасақтайды. Сол кезде арнайы құрақ құрып, қызына арнап сырмақ сырады. Сол дүниелерді анасы жасауда, қыздың жасауын дайындауда, оған өзінің барынша барған жерінде қадірлі, сыйлы, абыройлы болуы секілді тілектерін іштей айтып отырып, тілеп отырып жасайды. Бұл туындыда да автор осы мәнерді қолдана отырып жасайды. Яғни құрақ техникасына жүгінуінің де басты бір себебі осы қызға деген төркіннен айтылатын ізгі тілеулердің негізінде жатыр. Келесі тағы да осындай суретшінің туындыны кеңістігіндегі фактурамен және де әлдеқандай бір фантастикалық кеңістік әсерін беретін жағдаймен ойнайтын сәттері Сағым атты пейзаждық туындысында көрініс табады. Тік форматта шешім тапқан туындыдан бір сәтте біз түсініксіз бір әлемді көреміз. Ғарыш әлемі секілді. Ұшатын табақтар ұшып жүрген секілді, немесе парашюттармен біреу жерге түсіп жатқан секілді әсер қалдырады. Себебі аспан ерекше қан қызыл түске боялған, жер әртүрлі түстерде тағы да құрақ секілді құралып шешім тапқан. Бір сәт фантастикалық әлемді немесе компьютердегі жаңағы мегапиксельдерден құралған бір дүние секілді әсер қалдырады. Бұндай техникасы арқылы суретші кейін келе осы техникасын дамыта отырып Гобеленнің фактурасына имитация жасайды шығармашылығында. Бұл туындыларды жұмсақ қабылдауға да әсер етеді. Сағым жұмысы әдеттегідей бұл мүмкін Алматының табиғаты болуы мүмкін, немесе Қазақстанның тағы бір таулы аймағының табиғаты болуы мүмкін. Себебі спираль тәрізді иірілген өрнектердің ішінен біз сағымдап көрінген Алатаудың төбесінде байқап қаламыз. Яғни шартты түрде суретші Алатауды, тауды, яғни Шұбар тау секілді ақ және қою көгілдір түстердің қатынасында кезектестіріп жеткізеді. Төмен қарай қызыл түстен сәл ойысып төмен қарай түссек, біз теңізді немесе суды байқаймыз. Яғни қызыл көгілдір түстердің қатынасында осы
суға ұқсас жаңағы бейне шешім табады. Су жалпы өмірдің, тіршіліктің символы ретінде талқыланады. Ал бергі планға сол су жағасын жайлаған ауылдың және шағын бір жаңағы ауылдың ішіндегі ауланың көрінісін ұсынады. Осылайша туынды бір сәт көрерменге түсініксіз әрі түсінікті әсер қалдырады. Себебі кеңістік бейтарап, бізге беймәлім, бізге түсініксіз, бізге таныс емес, қиялымыздың бір түпкірінен келген әлем болғанымен, алдыңғы пландағы жайма шуақ ауыл бейнесі өте жақын әрі жылы сезіледі. Дәуренбек Бекназаровты тек қана осы халықтың дәстүрлі өмір тіршілігі, тұрмысы, салт дәстүрлері ғана қызықтырып қоймайды. Сонымен қатар әртүрлі жаңағы тарих, аңыз, миф немесе дін тақырыбы да қызықтырып жатады. Сондай ерекше туындыларының бірі «Бесін» деп аталады. Туынды жалпы кенепке акрилмен жазылған, кескіндемеде орындалғанмен графикалық мәнерлерді кеңінен қолдана отырып шешім тапқан. Кенептен біз жазық түстік шешімде, жалпы негізінен шектеулі түстердің шешімінде жасыл, ақшыл сары және қара түстердің шешімінде үйлескен композицияны көреміз. Бірінші планда біз бесін намазының уақытында намазға жығылған ер адамның сұлбасын байқаймыз. Және де суретші кеңістікті кеңейтіп беру үшін диагональді қолдана отырып, жерді құрақ секілді құрастырылған ұсақ геометриялық элементтердің, фигуралардың жиынтығында жинап шығарады. Осылайша ол шексіз сипат алады, себебі ол форматтың, яғни кенептің жақтауымен кесіліп қалған. Жоғарғы жағын қара түспен қайырып әкеле отырып, оны кескіндеменің қарсы бетінде, яғни ер азаматтың арт жағында жалғастыра келе, жоғары жақтан күмбезге ұқсас арканың пішінін жасайды. Осылайша киелілік сипатын әрі қарай айқындай түседі. Жоғарғы жағында аркамен шешілген композицияның бөлігі енді ер адамның бейнесінде дәл осы пішінді қайталап, күмбез секілді дөңгеленіп, доғалданып келген формаға үйлеседі. Бесін намазы, яғни намаздағы жаңағы түстен кейін оқылатын намаздың бірі, осы құлшылық жағдайын, яғни мойынсыну жағдайында суретші ер адамның барынша жұмыр келген, доғал келген, басын еңкейткен үлгісі арқылы шешеді. Ал дінге қатысты тақырыпты тұспалдап артқы план арқылы көрсетеді. Яғни артқы планнан біз пагодаға ұқсас шатыры бар, үшбұрыш келген архитектуралық бір сәулеттік элементті көреміз. Яғни мүмкін бұл элементті жаңағы Жаркенттегі мешітпен де ассоциация жасауға болады. Ал жалпы туындының бүкіл кеңістігі жасыл түске боялу және қара түске боялу, бұл тағы да діни мазмұнда астарында да талқыланып жатады. Жасыл бұл жаңағы исламның, мұсылмандықтың түсі, сабырлылықтың, салмақтылықтың, сонымен қатар өмірдің жалғастығының белгісі десек, қара түс бұл яғни тым трагедиялы сипатында талқылауға болмайды исламда. Себебі қара түс бұл белгісіз бейтарап әлем және контраст әлем. Сондықтан қаншалықты өмір ақиқат болса, өлім де соншалықты ақиқат. Сондықтан да суретші осындай контраст қарама-қарсы түстердің үлгісінде осы композицияны құрастыруға тырысқан. Жерді жаңағы құрақ секілді геометриялық элементтерде құрау, яғни бұл адамның жаңағы құлшылық үстіндегі адамның әрбір сенімі, тілегі, дұғасы деп қабылдауға да болатын шығар. Дәуренбек Бекназаровтың қызығушылық аясының кең екенін жаңа атап өткен болатынбыз. Яғни тақырып аясы өте кең, әртүрлі тақырыптарға қалам тартады және эксперимент жасағанды жаны сүйеді. Суретші үнемі ізденіс үстінде жүреді. Бұған оның шығармашылық қолтаңбалық мәнерінің белгілі бір мезетте өзгеріп отыруы да дәлел болады. Әсіресе осы пандемия уақытында суретшінің шығармашылығында жаңа бір қолтаңбалық ізденістер айқындала бастайды. Бұл оның графикаға қалам тартуымен байланысты болды. Графикада суретші енді
әртүрлі материалдарды араластыра отырып туындыларын ұсына бастайды. Солардың ішінде назарымызға іліккен қызықты туындыларының бірі «Адамзатқа шабуыл» деп аталады. Әрине, туынды пандемия тақырыбына арналған, бірақ пандемия кезіндегі адамзаттың осы белгісіз дертпен күресуі, өлім мен өмір арасындағы арпалыс, сезімдердің арпалысы, барлығын суретші енді күрделі, абстрактылы композицияда көрсетуге тырысады. Туындының кеңістігі бір сәтке, бір мезетке, бір бұрышы бос қалмаған. Суретші оны әртүрлі детальдармен, әртүрлі формалармен, антропоморфты және зооморфты элементтермен толықтыруға тырысқан. Өткір, үшкір бұрыштар, жедел түстердің жедел қарама қайшылықтары арқылы бізге көрерменге суретші осы туындысы арқылы үрей әсерін сыйлайды. Жалпы көлденең форматта шешілген туынды өте ауқымды көрінеді, себебі туындының көлемі де жаңағы 2 метрде 90 сантиметрде шешілген, яғни ауқымды жұмыс. Осы ауқымды жұмыста біз көз алдымызда арпалысып жатқан, тартысып жатқан, жұлысып жатқан, немесе бір жаңағы турап тастағандай әсер қалдыратын перспективада әр ракурста үлкейтіп кішірілген, созылған, бұрмаланған формалардың әсерінен осы үрей, яғни қатер әсері біздің ішкі дүниемізде еріксіз оянып, туындыны қарап қабылдауда жаңағы негатив әсерін сыйлауы мүмкін. Бұндай туындыларын жазуда суретші әрине үлкен ізденіс жасайды. Осы ізденістерінің мақсатында Пабло Пикассоның, Ривераның, Сикерістің, испан суретшілерінің 20 ғасырдың басындағы испан суретшілерінің шығармашылығымен қатты қызыққанын, солардың ізденістерін белгілі бір дәрежеде өз шығармашылығында көрсетуге тырысқанын да байқаймыз. Мына жерде туындыда арпалыс, жұлыс, тартыс әсерінен біз толық бір фигураны бастай көріп қабылдай алмаймыз. Жылқының алдыңғы аяғын, тұяғын, немесе басын жоғары қарай беріп ұшқына ұмтылған ауыздығымен алысқан әсерін көрсек, оның басқа бөліктері стилизацияланып, геометриялық элементтерге ұласып, тағы да күрделі шешімдегі фигураларға жалғасып кетеді. Яғни бұл жердегі сол тартыс әсері және қаны, қызыл, қара, қою түстер, өткір сызықтар және өткір бұрыштардың қым-қиғаш келуі форманы туындыдағы кейіпкерлердің танымды бейнесін жоғалтып, қабылдауға аса күрделілік туғызады. Дәуренбек Бекназаров жаңа айтып өткеніміздей тек қана салт дәстүр, ұлттық құндылықтар тақырыбымен шектелмей, әлеуметтік мәселелерге де, тарихи мәселелерге де қалам тартып жатады. Келесі туындысы «Қаңтар» деп аталады, яғни аты айтып тұрғандай 2022 жылы қоғамда орын алған келеңсіз оқиғаға қатысты тарқатылады. Бірақ суретшінің осы оқиғаға қатынасы, суретшінің осы оқиғаны өзінен өткізіп, осы оқиғаны көрерменге жеткізу үлгісі қандай? Яғни сурет әлеміне сүңги отырып, біз осы жақтарын көркемдік шешу үлгілеріне баса назар береміз. Назарларыңызға ұсынып отырған туындыда біз тағы да құрақ формасына жүгінген суретшінің бізге таныс әдісін көреміз. Әр түрлі бөліктерге бөлінген фигуралар бұл жерде геометриялық немесе әртүрлі жаңағы антропоморфты, зооморфты сипат алады. Себебі біз ол жерден кейбір жануарлардың тұмсығына ұқсас азулы жаңағы белгілерін көрсек, кейбір жерде адамның көзіне ұқсас элементтерді байқап жатамыз. Суретші оларды жасыл, қызыл, қоңыр, ақ, көгілдір түстердің қатынасында шешеді. Түстердің мейлінше таза алған секілді көрінгенімен, кенеп кеңістігін суретші жаңағы пастозды жазу мәнерімен шеше отырып, оның барлығында бір нүктелеу әдісін, әр жерде бір жаңағы нүктелі дақтар әдісін қалдыру арқылы туындыдағы осы ұсақ бөлікке бөлінген, шашырап жатқан бөлшектерді бір орталық жаңағы бірлікке жинағандай болады. Енді әрине суретшінің танымы, суретшінің түсінігі бойынша «Қаңтар» оқиғасын суретші өзінің шығармашылық
үлгісінде әртүрлі шешіп жатады. Бұл жерде суретші енді қаңтар оқиғасында әртүрлі ниетті адамдар шығып, сол ниеттерін көрсетіп қалған болса, суретші соны антропоморфты және зооморфты жануар тектес бейнелер арқылы да айқын ашып көрсетеді. Яғни әрбір оқиғаның астарында адамның адами сипатын анықтайтын немесе жануарлық инстинкттарын көрсетіп қоятын оның ниеті жатқанын тұспалдайды. Байқағанымыздай, суретші тек қана тақырыппен, орындау стилистикасымен немесе материалдармен эксперимент жасап қана қоймайды, сонымен қатар туындының форматымен де эксперимент жасаған жақсы көреді. Сондай ерекше қызықты туындыларының бірі дөңгелек форматта шешім тапқан Қызыл жебе атты кенебі. Дөңгелек форматтағы туындыларды біз жалпы тондо деп атаймыз. Яғни өнер тарихында олар тондо деген атаумен белгілі. Тондо бұл шеңбер деген мағынаны береді. Осы шеңбер формасына енді суретші Қызыл жебе мазмұнында тарқатылған композицияны сол форматтың формасына иіп отырып алып келеді. Қызыл жебе, біз білеміз, бұл Шерхан Мұртазаның танымал әдеби романы. Ол революционер, яғни кеңес үкіметін құруда үлкен зор үлесін қосқан Тұрар Рысқұловтың өмірін баяндауға бағытталған. Яғни Шерхан Мұртаза жазушы ретінде ең алғашқылардың бірі болып, осы Тұрар Рысқұловтың өмір баянын барынша көркем шығармада баяндап өткен болатын. Енді суретшіге де бұл тақырып қызықты, сондықтан да осы тондо форматында Қызыл жебенің үлгісін, Қызыл жебе жаңа оны бір тікелей қабылдауға болмайды. Я туындының дәл орталығында жоғары қарай бағытталған, көлбейлік бағытталған жебенің қызыл үшін айқын байқаймыз. Бірақ бұл жерде оның астыртын мазмұнын түсіне білуіміз маңызды. Яғни Тұрар Рысқұлов ол өз қоғамында, өз уақытында, өзінің ортасын жарып шыққан, өзінің жақсы игі тілектері арқылы халық үшін игілікті ортаны жасауға талпынған, жебедей атылған тұлғалардың бірі. Сондықтан да суретші осы Қызыл жебе атауымен, жазушының жаңағы ұсынған атауымен тақырыпты талқылайды. Туынды барлығы бір түстік реңкке боялған, ақшыл және көгілдір түсте. Жазу техникасы бойынша тағы да жаңағы гобелен техникасына, гобеленнің тоқылу үлгісіне имитация жасай келіп, өте жұмсақ шешілген, бірақ формаларды, барынша кейіпкерлерді, фигураларды форматтың формасына қарай июде тағы да стилизациялап, контурлар сызықтар арқылы құдды бір кенептің кеңістігін өрнектеп шыққандай әсер қалдырады. Бір қараған кезде тақырыбы жағынан туындыны әрине түсіну жеңілдірек, бірақ композициялық құрылымы жағынан туындыны қабылдап түсіну қиындық тудырады. Себебі бұл жерде адамның қайда екенін, немесе қым қуыт әртүрлі жаңағы бөліктерге бөлінген кеңістіктің не мағына беретінін көрерменге бір қарап анықтау қиындық тудыратыны айқын. Дәуренбек Бекназаровтың осы тақырыптық туындыдағы ең көлемді шешілген жұмыстарының бірі 2023 жылы жазылған Ұлытау ұлттың жаралуы атты кенебі. Бұл туынды тікелей біздің тарихымызбен, аңыз әңгімелерімізбен тұтасып жатқан күрделі композицияны ұсынады. Суретшінің бұл туындысында бір қараған кезде тағы да біз әртүрлі бұрмаланған, стилизацияланған фигураларды көреміз. Және де соның астарында толықтай бір ұлттың тарихы, оның аңыз әңгімесі, оның рухани мұрасы жатқанын байқаймыз. Осы орайда біз әрине тарихқа көз жүгіртеміз, және де күрделі фигуралармен, элементтермен толықтай тұтас толтырылған кенеп кеңістігінде Жошы ханға қатысты, Ақсақ Құланға қатысты аңыздың өрбіп жатқанын оқи аламыз. Кенептің дәл ортасында көлбеулеп S тәрізді формада, латын S тәрізді формада күрделі бұралып иілген құланның бейнесі шешім табады, және бұл қалыпсыз үлгіде
суретші оны жеткізеді. Себебі құланның басын төңкеріп төменге қарай түсіріп, оның аяғын жоғарыға қарай көтеру арқылы әлде қандай бір жағымсыз әсердің орын алғанын байқады. Яғни бұл қайғымен, драмамен байланысты. Ақсақ құлан аңызын біз тарихтан білеміз. Яғни Жошы ханның ажал құшуымен осы ақсақ құланға жете алмай, сол ақсақ құланды аңға шыққан сәтте қалайда ұстаймын деген ниетте соның соңында жүріп опа болады, яғни ажал құшады. Сол драматизмді суретші енді кенепте жаңағы төңкерілген фигура арқылы және оның эс тәрізді пішіні арқылы жеткізеді. Өнер тарихында эс тәрізді пішін сонау сақтар дәуірінен, антикалық дәуірден бұл өлімнің символы ретінде талқыланады. Яғни омыртқасынан ажыраған қалыпсыз жағдайға бұралған әсері жаңағы өліммен ассоциацияланады. Кенептің сол жағында аңшы Жошы ханның ұлы бейнеленген, яғни оның садақ тартып тұрған сәтін көреміз. Сонымен қатар оның келесі кезекте ажал құшатын сәті тағы да басының қалыпсыз шалқайтыла берілгені арқылы суретші өте тамаша жеткізеді. Ал кенептің оң жағында сол жаңағы трагедия, сол драма әрі қарай тарқатылып, астасқан күрделі формалар мен түстердің қатынасында біз жасырын жаңағы бейнелердің астарында сол драматизмді тарқатып, жоғарғы жақтан Кетбұғаның да бейнесін көзіміз шалып қалады. Осылайша енді суретші қалыптасқан академиялық реалистік мәнерде емес, абстракцияның, стилизацияның күрделі түрінде ұлттық мазмұндағы мифологияны, аңызды жаңаша бір интерпретациялау әдісін ұсынады. Дәуренбек осы тарихи мифологиялық тақырыптарда әрі қарай шығармашылығын тоқтатпайды. Оны біз графикада жарық көрген Томирис арқылы туындысынан көреміз. Бірақ бұл суретшінің тақырып аясын бұнымен шектелмейтінін көрсетеді. Тағы бір қызықты бір тұстары Дәуренбек әр қашан қоғамдық әлеуметтік мәселелерден де тыс қалмайды. Сондай тақырыптарының бірі бұл заманауи жастардың мәселесі. Яғни құлаққап таққан адамның бейнесі оның толқын тақырыбындағы сериялық жұмыстарында көрініс табады. Бірінде ол жаңағы гобелен техникасына сілтеме жасай отырып шешетін болса, енді бірінде кәдімгідей стилизациялық, формалық стилизацияларды байқасақ, енді бірінде тіпті де абстракцияға ауысады. Толқын туындылар арқылы суретші не айтқысы келеді? Яғни толқында болу, жаңағы заманның толқынына ілесу, сол лекте тіршілік ету деген жаңа бір позитивті жағын қарастыратын болса, оның екінші бір жағы негативті тұсы, яғни қоғамнан алшақтау, немесе өз-өзіңе жаңа қамалып қалу, немесе өз әлеміңмен шектеліп қалу деген секілді тағы да бір дәстүрден, тарихтан, ұлттық мұралардан, ұлттық құндылықтардан ажырап қалу секілді екінші қауіпті бір жағында салыстырмалы түрде қарастырады. Осылайша үнемі көрерменін автор өзінің әрбір ізденісі арқылы ойландырып, толғандыруға және де сол туындылар арқылы тек қана бір көркемдік шешімдер емес, қоғамдағы өзекті маңызды проблемаларды да қарастырудың қаншалықты маңыздылық алатынын шығармашылығы арқылы көрсетіп кетуге тырысады. Дәуренбек Бекназаровтың осындай сан түрлі, сырлы, тылсым, қызықты шығармашылығы көрерменін бейжай қалдырмайды. Ол әлі де зерттеуді, қарастыруды, терең бойлап, үңілуді қажет ететін секілді. Себебі суретші үнемі ізденіс үстінде. Әрине, бағдарлама аясы суретшінің шығармашылығын толықтай ашуға немесе қарастыруға шектеулі болғанымен, суретші шығармашылығына қызығушылық танытқан көрермен оны әрі қарай өзі қарастыра берсе құба-құп. Бағдарламамызды көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздердің тараптарыңыздан біз жылы лүпілдеріңізді және де қалам арт бағдарламасына жазылып кетулеріңізді күтеміз.